Бүгін Нұрсұлтанға оңтүстік Кореядан 93 қазақстандық эвакуацияланды. Олардың екеуі бала. Бұл туралы денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Диас Ахмет Шәріп айтты. Қазіргі уақытта әлемді алаңдатқан коронавирус жер жүзінің 79 еліне тарап үлгерген. Қазақстан аталған індеттен аман. Тақырыпты Асылбек Данияр сабақтайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирустың қазіргі жағдайын зерттеу үшін Қытайға халықаралық сарапшылар жіберді. Соңғы мәліметтер бойынша 99 мыңға таяу адам вирусты жұқтырған, оның 81 мыңға жуығы қытайлықтар. Бүгін Нұрсұлтан халықаралық әуежайына Сеулден 178 жолаушысы бар ұшақ қонды. Оның 31-і Ресей, 51-і Өзбекстан, 3-і Грузия мемлекетінің өкілі. Одан бөлек әуе кемесінде болған 93 отандасымыз қаладағы медициналық орталыққа карантинге жатқызылып, тест сынамалары алынған. Әзірге бәрінің денсаулығы ешқандай сыр берген жоқ. Дене қызулары нормада, яғни қалыпты. Карантинге түскеннен кейін әрине біз олардан барлық анализдерді алатын боламыз. Анализдердің нәтижесін кейін сіздерге хабарлаймыз. Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі дүниежүзіндегі жағдайға да тоқталды. Дертке шалдыққандардың көбісі егде жастағы адамдар. Ауру тараған Қытайда 52 мыңнан астам адам коронавирустан емделіп шыққан. Бұдан бөлек Жапония билігі коронавирус салдарынан Қытай азаматтарына берілген 2,8 миллион визаның күшін жойды. Ал Сингапур болса аты жаман ауруды борт серіктер таратуы мүмкін деп қауіптенеді. Біз алаңдатып отырған борт серіктер. Олар тәулік бойы рейсте жолаушыларға қызмет көрсете отырып, басқа адамдармен, соның ішінде науқастармен байланыста болады. Осы мақсатта біз борт серіктерді карантинге жатқызу туралы бұйрық шығардық. Вирусты жұқтырған Вьетнам, Латвия, Камбоджа, Непал және Шри-Ланка елдері де аурумен толық күресіп, COVID-19-ды жұқтырған науқастарын емдеген. Күні кеше оңтүстік Кореядан тағы 100 қазақстандық Алматыға жеткізіліп, көпсалалы ауруханаға карантинге жатқызылды. Дәрігерлер олардың денсаулық жағдайы қанағаттанарлық деп отыр. Сонымен қатар Қытайдан Қазақстанға жеміс-жидек экспорттауда уақытша тоқтатылды. Асылбек Данияр, Нұржан Махмудов, Бағлан Шаңғозин, Астана телеарнасы.